Айқанат Олимпиадасының финалына қош келдіңіздер! Бүгін бәрі шешілетін күн. Толқу, эмоция, үлкен мақсат. Оқушылар білімін дәлелдейтін сәт келді. 4-ші күн, тестілеу күні. Кеттік. You've been putting up with my shit just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast for the douchebag. Финалдың ең маңызды сәті тестілеу басталды. Оқушыларға сәттілік тілейміз. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Let's have a toast for the jerk-offs. Тест қалай өтті? Алғашқы әсерің қандай? Мен ұтатынымды білем, және осы деңгейге дейін тест өте қиын болды. Тест сұрақтары мен ойлағанда күрделірек болды, бірақ peer-to-peer сабақтарындағы дайындықтар маған көмектесті. Тест жақсы өтті, ол бірақ сәл қиындау болды, бірақ мен жақсы өткіздім, мен қатты уайымдаған жоқпын. Кейбір сұрақтары қиын, кейбір сұрақтары оңай. Мен бірінші оңай сұрақтарына жауап беріп, сосын қиын сұрақтарына көштім. Негізі мен өте қатты қобалжыдым осы тестке дейін. Кеше де өте қатты уайымдап, мүлдем ұйықтай алмадым. Математикалық сауаттылықтан өте қиын тапсырмалар келді, және математикалық сауаттылыққа менің дайындығымның жеткіліксіз болғанын түсіндім. Бірақ сол кезде гранттан сәл қорқа бастадым, бірақ бәрібір де әлі де үміт өшпеді. Мен ата-анама бірінші алғысымды айтарым, өйткені мен осылай сеніп, үмітімізді ақтайды деп осы Алматыға жіберіп отыр. Сондықтан бүгінгі тестке ертең Айғанат High School мектебіне грант алуға келдім. Тест өте жақсы өтті. Мен дәл оқыған тақырыбым келді. Ол туралы біз peer-to-peer'да тьюторымызбен бірге дайындалған тұғымыз. Достар, бүгінгі күннің тапсырмасы оқушылардың арманын білу. Шуақты кеш, бітті тест, ал бізде ауыл тест! Менің арманым Америкаға университетіне оқуға түсу. Менің арманым күшті хирург болу. Моя мечта – это стать инженером и создавать инновационные технологии. Менің арманым жақсы адам болу және мәңгі Айқанат болу. Менің арманым Қазақстан ауылдарының туризмін дамыту. Мен ең басты арманым өзім телефон ойлап тауып, Айқанаттың оқушыларына толықтай тегін беру. Менің есімім Серік Абдусауат, менің арманым арабша тілін білу және әлемді аралау. Менің арманым баскетбол спортынан әлемдік деңгейге өту. Менің арманым космосқа ұшып көру. Менің арманым президент болып, халықтың жағдайын жақсарту. Қайырлы күн, қазақ елі. Менің арманым өз еліме танымал күйші болып, және таңдаған болашақ мамандығыма адал қызмет ету. Менің арманым дәрігер болып, барлық балаларды емдеу. Менің арманым ғалым болып, емделмейтін рак сияқты ауруларға дәрі тапқым келеді. Менің арманым заңгер болу, әділдікті орнатып, адам құқығын қорғау. In this world, it's just us. You know it's not the same as... Ауыл фест финалдың ең қызықты әрі айқанаттықтардың асыға күтетін кеші. Фестте әр өңірдің сары балапандары өздерінің өнерлерін көрсетіп, естен кетпес кеш жасайды. Бұл өте
керемет ауыл фест деп айта аламын, себебі бұл жерде әр облыстар өздерінің өнерлерін көрсетіп жатыр, және де бұл жердің вайбын сөзбен айтып жеткізу өте мүмкін емес. Өте керемет, өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Маған бүгінгі күн облыстардың көрсеткен өнерлері бәрі ұнады. Әсіресе Атыраудың. Балмұздақ тәтті екен. Қамқоршыларға рахмет. Маған бәрі ұнап жатыр. Бұл ауыл фест өте қызықты өтуде. Балмұздақ қалай, тәтті ма? Керемет, Айқанат қамқоршыларына рахмет. Нен дәмімен екен? Клубника. 4-ші күні ашылу салтанаты өтіліп, оқушылар маңызды тесттер тапсырды. Ауыл фест пен дискотека кештің көркін қыздырып, әр балаға Айқанат атмосферасын 1000% сезінуге мүмкіндік берді. Күннің бас тапсырмасы орындалды, оқушылардың армандарын білдік. Ертең біз Айқанат қауымдастығымен кездесіп, толықтай табысатын боламыз. Ертеңгі күнге сәттілік.